Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін осындай мектепке арналған брош галстугын жасап үйренетін боламыз. Жалпы жиынтық осылай көрінеді. Дәл осы бантиктердің жасалуын бірінші бөлімге салған болатынмын. Жасалу техникасы оңай. Кез келген контраст лентаны қолданып жасап көрсеңіздер болады. Ең алдымен ұзындығы 24 см болатын, ені 2,5 см репс лентасын аламыз. Екі шетін отпен өңдеп, ортасын анықтап, екі шетін ортасына жабыстыратын боламыз. Келесі кезекте ұзындығы 80 см, ені 0,5 см болатын лента алдым. Екіге бүктеп, ортасын анықтап, ортасын дәл бантигіміздің ортасына жабыстырдым. Бұл бізде брош галстугымыздың байлайтын жібі болады. Енді кішкентай лентаның көмегімен біздің жаңағы біріктірген жіңішке лентамыздың астыңғы жабығын жабатын боламын. Бұл бізде галстугымыздың барынша ұзақ қолданыста болу үшін көмектеседі. Сондай-ақ жіңішке лентамыз клейде болғандықтан ашылып құлап қалмай, қосымша бұл да ұстап тұратын болады. Енді ақ түстен ұзындығы 20-да, ені 2,5 см болатын лента аламын. Екі шетін өңдеп, ортасын бүктеп, ортасын анықтап, осы ортасына екі шетін жабыстырып бантик жасайтын болам. Артық клейлерді алып тастап, бірден тазалап отырамыз. Осыдан соң брошымыздың астыңғы бөлігінде тұратын ленталарды дайындайтын боламыз. Бұл үшін бізге ені 2,5 см, ұзындығы 12 см болатын екі қара түстен лента керек болады. Және бір ені 2,5 см, ұзындығы 14-15 см болатын ақ лента қажет болады. Ақ лентамыз бен бір қара лентамызды бір-біріне жабыстырып шеттерін осындай жартылай дөңгелек ретінде жасап аламыз. Енді бұл менде ұзындығы 12 см болған ұзын күйіндегі қара лента, оның үстіне ақ лентамызды қойдым. Араларын бір 2-3 мм алшақ қойып, кішкене диагоналдап, арқайсын бір-бірінен солай ұзартып қойдым. Дәл осылай екіншісінде міне дайындап алдым. Алдын ала дайындап қойған едім. Бұның ұзындықтарын қарап, екі шетін бірдей қиғаш етіп кесіп, отпен өңдейтін боламын. Осымен бізде астыңғы бөліктің ленталары дайын. Енді оны үстіңгі бөлігіне жабыстыратын боламыз. Ол үшін ақ лентаға жабыстыратын боламыз. Барынша дәл ортасына қою керекпіз. Араларын сәл ашып, шеткі ұштары бір-біріне дәл келу керек. Енді осы екі детальдарымызды бір-біріне қосатын боламыз. Бұл бізде соңғы лентамыз, ені 2,5 см, ұзындығы 16 см. Шеттерін отпен өңдеп, ортасын анықтап, дәл ортасына екі шетін жабыстыратын боламыз. Ең үстіңгі бөлігіне жабыстырамыз. Осылайша еш артық клейде ештеңе көрінбейді. Әр этап өзі бір-бірінің үстін жауып отырады. Барынша таза, әдемі шықты. Біздің галстугымыз дайын десе де болады. Енді байлауға арналған ұзын лентамыздың екі шеті тарқап кетпес үшін, әрі сәндік үшін шеттеріне моншақ енгізіп байлайтын боламыз.
галстугымыздың ортасына осындай тас қоятын болам. Шеттерін сәндік үшін хрусталь моншақтарымен тізбектеп шықтым. Мінекей, осымен біздің галстугымыз дайын болды. Сіздерге видео түсінікті болды деген ойдамын. Қайталап жасап көріңіздер. Бұл екінші галстугымыз. Дәл осы техникамен тек түстердің орындарын ауыстыру арқылы жасадым. Ерекше, өзгеше көрінеді. Осымен сабақ аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Лүпілдеріңізді, комментарийлеріңізді күтемін. Өздеріңіздің ханшайымдарыңызға жасап көріңіздер. Менің YouTube арнама тіркеліп өтіңіздер. Алда әлі де қызықты шеберлік сабақтар болады. Қош сау болыңыздар, назарларыңызға рахмет.